Құдай үшін деп жесірді баласымен алатын болсаң да оған сөкпе, оның айып емес. Ол жесір болып қалған оның айып емес. Себебі пайғамбарымыздың не, Айша анамыздан басқа аналарымыздың бәрі жесірлер еді. Хадижа анамыздың өзі Расулаллаға дейін 2 мәрте тұрмыс құрған әйел болған. Хадижа анамыз. Пайғамбарымыз 25 жасында тепсе темір үзетін жігіттік шағы еді сол кезде. Міне. Одан кейін үйленгеннен кейін әйелің құрсақ көтермесе ренжіме. Пайғамбарда болды ондай. Аналарымыз құрсақ көтере алмады. Тек қана құрсақ көтерген кім болды? Хадижа анамыз бен Мария анамыз ғана болды. Тіпті Айша анамыз да құрсақ көтермеді. Қалған аналарымыз ондай болмады. Немесе құрсақ көтеріп, балаң дүниеден озып кетсе де ренжіме. Пайғамбарда ондай болды. Неше баласы болды? 7 ғой балалар. 4 қыз, 3 баласы болды. Сол балалары, ер балалары не болды? Жастайында шетінеп кетті. 4 қызды Аллаға шүкір бой жетіп, ислам дінін көрді ол кісілер. Соның ішінде 3-еуі пайғамбардың көзінің тірісінде қайтыс болып кетті. 4-ші қызы не? Фатима анамыз ғана Расулалланың шығарып салып, артынан 6 айдан кейін ол кісі кетеді. Бәріне де келеді. Түсінікті ғой? Демек, өзіңнің тірі кезіңде балаңның табытын көтеріп жатқан болсаң да сабыр ет. Адамзаттың асыл тәжі пайғамбарымыздың бойында болды ондай нәрсе. Сен түңіліп өзіңе қол жұмсама. Мына әлемнен түңіліп кетпе. Алла Тағала Құран кәрімде ла тахнату мин рахматилла. Алланың рахметінен, мейірімінен ешқашан үміттеріңді үзбеңдер. Немесе бала емес, қызың қалса өмірде, оған ренжіме. Алланың бергені ғой, бала болсын, қыз болсын. Пайғамбарымыздың ұрпағын тарқатқан кім кімге шейін? Қызы ғой. Фатима анамыздан пайғамбарымыздың ұрпақтары тарқады. Балаларынан емес. Балалар болды айтпесе. Олар кішкентай кезінде шетінеп кетті. Расулалланың ұрпағын кім тарқатты? Фатима анамыздан тарқайды. Қазіргі күнге шейін пайғамбарымыз ұрпақтары келді, олар ақыретке шейін кетеді. Демек, ұл болсын, қыз болсын, Алланың бергені не? Алланың бергеніне шүкірлік жасау керек. Альхамдулилля деп керек. Ертең білмейміз. Біздің ұрпағымызды, өмірімізді жалғастыратын баламыз ба, қызымыз ба, оны біз білмейміз. Сол үшін, мына жаңа айтқанымыздай, мынау үлкен мектеп, біздің өмірлік мектебіміз болады. Қандай бір жағдайда осы мектеппен байланысқан кезде сіз Құдай қаласа жақсы жол тауып аласыз. Егер бұл мектепте неқа бұрылатын болса, онда біз не боламыз? Онда біз адасамыз. Алла Тағала Құран кәрімде дейді, пайғамбар сендерге барып тұрған өнеге. Біздің лидеріміз ол. Алдымызда кетіп баратқан көшбасшымыз. Расулалла өмірді бүткіл қиыншылықты бір өзі көрді. Сол үшін Расулалла не деп айтты? Бастарыңа бір қиыншылық келсе, не деп айтты? Мені еске алыңдар. Мені еске алсыңдар, өздеріңе жеңіл татасыңдар дейді. Себебі пайғамбардың басында көрген қиыншылығын біз оны әлі тырнағынан татқан жоқпыз. Біздің көріп жатқан қиыншылықтарымыз оның бәрі жай. Қазір кризис деп адамдар шулап жатыр ғой. Мен өткенде бауырларға айтамын, кризис бұл жай бұның бәрі. Біздің ата-бабамыздың көрген кризисімізді Алла көрсетпесін бізге. Бізде небір ашаршылықтар болған. Мына Жезқазғанға барсаңыздар болады. Сол жерде Ұлытау мен Жезқазғанның ортасында үлкен бейіт бар. Сол ненің бойында тұр, жолдың бойында. Біздің бабаларымыз ғой олар. Бұлар Ұлытаудан шығып, сол Жезқазған сол жақта ел бар деп естіп, жолда келе жатып, жеткен жерлері сол болған. Бір ауыл қырылып кеткен. Аштықтан қайтыс болып кеткен. Сол жерге бәрі жерленген үлкен қор бар, бейіт. Ондай кризис болып жатқан жоқ қой бізде. Не бізде Аллаға шүкір, не бізде бәрі бар. Сол үшін не оның алдындағы Расулалланың кризисін көреміз, уақыт келген кезде көресіздер. Тіпті не болды? Сахабалар айтады сол жерде. Жапырақ жеп күнімізді өткізген кездері болды дейді. Жеуге тамақ жоқ. Хадижа анамыз Алла рахматын алсын, радиаллаху анха, ол кісінің бүткіл дүниесін салып, мұсылмандарға спонсор болады, бірақ ол кісінің дүниесі бітіп қалады. Мынау Құрайыштар Бани Хайшим руымен араласпаймыз деп, ортаға граница құрып олар шығарып жібереді. Көресіздер тарихта бәрін. Міне сол кезде бойкот жарияланады, кризистің көкесі басталды бұларға. Ешқандай не жоқ. Алыс-беріс жоқ. Олардан қыз алғандарын қыздарын қайтарып беріңдер, оларға қыз берген болсаңдар, қыздарың алып қойыңдар деп. Құрайыш бірнеше тайпа өздері бірігіп алып, сол Абдул-Муталибтен тарқаған ұрпақ Бани Хайшим руларының бәрін шығарып жібереді. Араласпаймыз дейді. Бірақ ешкім түңіліп өзіне қол жұмсаған жоқ, ол жерде сахабалар не сабыр етті. Бұлардың сол қиыншылықтары не 3 жылдан астам уақыт жалғасты, бірақ не болды? Соңында қайттан жарыққа шықты бұлар.
Алланың көмегі келді. Сол үшін ғалымдар айтады, мына өміріміз біздің мына күн мен түн секілді бірін қуып жүрген өмір осындай бізде дейді. Міне түн келді ғой. Түннің артынша не келеді, Құдай қаласа ертең? Күндіз келеді, таң атады. Біздің өміріміз сондай болады дейді. Өмірің бәрі түнмен өте бермейді, уайымдама. Түннің артында күн келеді. Күн келген кезде кешегі түніңді есіңе ал сен. Кеше ғана мен кім едім? Кешегі қиыншылықта мен қандай едім? Альхамдулилля деп айт дейді. Одан кейін күннің артында қайтадан түн келеді дейді. Түн келген кезде ана күніңді есіңе ал сен. Өмірің осылай өткен кезде сен Құдай қаласа шүкірлік қылған үмметтен боламыз. Алла Тағала Құран кәрімде ләу шакартум лазиданнакум. Мен берген нығметке шүкірлік қыла алсаңдар не дейді? Мен берген нығметімді арттыра беремін. Ләу кафартум, мен берген нығметке шүкірлік қылмайтын болсаңдар, онда менің азабым қатты болады сендерге дейді. Сол үшін Аллаға шүкір, біздің ата-бабаларымызда бұндай мүмкіншілік болмаған. Осындай зәулім мешітте, осындай кітапты қолдарына алып, осындай ел болып жиналып, микрофонды қосып қойып. Қараңыздар, қазір далада азанды естіген кезде кейде мен сондай тарихты оқып жүріп, кейде қуанғаныма көзіме жас келеді. Альхамдулилля, біздің ата-бабаларымыз ондай болмаған. Айқайлап Аллаху акбар деген азан айтып ондай болмаған. Бірақ бізде болып жатыр ғой, альхамдулилля. Не азан жаңғырған кезде бүткіл осы жердегі бәріміз естік, сыртта жүрген. Осындай дәріс оларда болмады. Бірақ олар не істеген жоқ, үміттерін үзген жоқ. Сол күн келетінде үмітпен өмір сүрді. Алла субханала тағала көп дұға жасады. Біз көрмесек те, біздің ұрпақтарымыз көрсе екен сол күнге. Бізде өзіміз ешкімге тәуелді болмастан, өзіміз жеке егеменді ел болсақ екен деп біздің бабаларымыз дұғасын жасап, себебін жасады. Өте сауатты болған. Ешқандай біздің ата-бабаларымыз беліне гранатты байлап алып, Сталиннің басын кесу керек. Атеистер келді мін. Құдай жоқ деп жатқан идеологияны алып келді деп ешкім Москваға шабуыл жасаған жоқ. Жихад жасау керек, жару керек, ату керек деген болды ма ондай? Болған жоқ. Олар не істеді? Сауаттылық жолын таңдады. Даналық жолды таңдады. Алла Тағала Құран кәрімде сендер дінге шақыратын кезде даналық жолды таңдаңдар. Удуу роббакум бил хикма вал мауизатил хасана. Сендер даналық жолды таңдаңдар да жақсы сөздеріңмен дінге шақыра беріңдер дейді Алланың жолына. Міне біздің бабаларымыз өте көрегенді, өте сауатты халықтың ұрпағымыз, альхамдулилля. Қазір кейбір бауырларымыз секілді Сирияға кетіп қалған жоқ қой ешкім. Біреудің ішкі саясатына араласып, соғыс болып жатыр ана жақта, саяси соғыс болып жатыр. Алланың берген аманат жанына қиянат қылып жатқан бауырлар бар. Соның бәрі неден? Мынаны оқымағандықтан. Егер осыны оқығанда Расулалланы дұрыс таныған адам ондай жолға таңдамайды. Себебі ол біледі ол. Пайғамбардың уақытында соғыстар болды. Оның бәрін өтесіздер, Құдай қаласа. Сабақ жібермеңіздер. Бұл сабақтардың бір несі бәрі бір-біріне қатысты мәселе. Бір-екі сабақ жіберіп алдым ба түсінбей отырамыз. Не айтып отыр мына кісі деп. Сол үшін сабыр етіңіздер, иншалла. Мына сабақтарда бітеді. Өзі кішкентай кітап, бірақ мынаның ішінде Расулалланың өмірі тұр. Расулалланың өмірбаяны біз көз алдымыздан өтеді, Құдай қаласа. Осы өмірбаяны өткеннен кейін, иншалла, сіздің ойыңыз да бәрі өзгереді. Сіз ойлағандай емес екен. Дін мүлдем басқа нәрсе екен. Қазір кейде дін деген кезде көп адамдар ойлап қалады ғой. Дін деген сол мешіт, намаз оқу, ораза ұстау, сол сақал қою, Құран оқу, тағы не? Кәсіпі. Көп адамдар осылай түсінеді. Жоқ, дін деген ол емес. Дін деген бұл біздің өміріміз. Өмірді қалай сүру керек мына жерде көрсетеді бізге. Мына мешіт деген тек қана намаз құлшылық қылатын жер емес. Көресіздер оның бәрін. Пайғамбар Мединеге барған кезде ең бірінші істеген жұмысы мешіт құрды пайғамбар. Бұл мешіт әрі құлшылық қылатын еді, әрі осы жер пайғамбарымыздың резиденциясы болған. Қонақтарды қабылдайтын. Осы жерде мәселе қарайтын болған Расулалла. Сырттан келген қонақтарды күтіп алып, дөңгелек столда отырып, олармен келісім шартқа отыратын жер еді осы жер. Бірдеңе болса осы жерге жинайтын. Яғни көресіздер, бұл мешіт деген сондай жер екен. Алланың жақсы көретін орындарының бірі ол мешіт. Сабағымызды бастайық. Демек, құрметті бауырлар, жаңа айтқанымыздай